Жетішал орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Дүйсенбайқызы Ақгүл. Ұстаздың өмірі кітап. Сол кітапты асықпай оқып, ұстаздықтың қиындығы мен қызығын бірге тыңдайық. Бүгін бізбен қонақта Гүлжәмилә апай. Сәлеметсіз бе, Гүлжәмилә апай? Сәлеметсіздер. Бүгінгі сұхбатқа көп рахмет. Бірінші сұрақтан бастайық. Сіз үшін өміріңізде отбасы ұғымы қандай орын алады? Адамның өмірінде отбасы деген ол ыстық ұя, тәрбиенің бастауы, жылылық, барлық адамгершілік құндылықтардың мекені, негізі отбасынан басталады. Отбасында не көрсең, ұшқында соны ілесің деген сөз бар қазақта. Сондықтан отбасыда ең үлкен бір жауапкершілікпен қарайтын мекен. Түсінем? Ал жас отбасыларға қандай кеңес береді? Жас отбасыларға негізі бір-бірін түсіну керек. Үлкен жетістіктерге жету үшін, бір еңбектерді жақсы жұмыс істеу үшін сен бір-біріңді түсіну керексің. Отбасыңда, жолдасыңда сыйла, үлкенді үлкендей, кішіні кішідей, баланы баладай түсініп, солармен тіл табысып, ортақ тіл табысып, сыйластық болған жерде барлық қиындықты жеңуге болады. Ең негізгісі түсіну керек бір-бірін. Жұмысқа барсын болсын, басқа жерде болсын, азаматтық болсын, бір-біріне деген үлкен түсіністікпен қараса. Одан кейін балаларға үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Баланы тәрбиелеу оңай емес. Отбасында қандай тәрбие берсең, солай шығады. Сондықтан барлық құндылықтарды, адамгершілік, салт дәстүрді оттың басынан алады ғой. Сіз жауапкершілікпен қарай береді. Сіз мұғалімдікті не үшін және қалай таңдадыңыз? Ұстаз болуды мен бала кезімнен таңдадым. Өйткені менің әкем ұстаз болды. Отбасында ұстаз болғаннан кейін біз үлкен, кіші, бәріміз сондай түсіністікпен қараймыз. Үлкенді үлкендей, кішіні кішідей, ешқандай дауыс көтеріп сөйлеу жоқ. Қазақтың дәстүрі бойынша анамызда әкеміздің атын да атамайтын, әкем білеу, үлкен орынға әкеміз қойып қоятын. Бірінші орынға. Одан әкеміз дәптер әкеледі, бірде тексереміз, балалардың құлықтарын айтады. Содан өте жас кезінен ұстазға деген, мұғалімге деген құрмет жас бала кезінен пайда болған. Соны арманды балыма қойдым. Мектепте жүргенде математиканы жақсы көрдім. Сондықтан математика мұғалімі мамандығын таңдадым. Қазіргі жастарға қандай тілек айтасыз? Қазіргі жастарға, жастарға әсіресе баланы сүй дейтін. Сен баланы үлкен мейіріммен қарасаң, оның жүрегіне үңілсең, оның көңіл күйіне қарасаң, одан кейін ол да сені жақсы көреді. Одан сен оның нені түсінбей отырғанын да білесің, нені түсінгісі келетінін де білесің. Сөйтіп, оны ары қарай жетелеп, тәрбиелеп, өмірге қарай бағыттайсың. Одан кейін үлкен бір еңбек болу керек, ізденіс керек. Уақытпен санаспай, ұстаз деген бір жарысқа қатысу керек болса, күндіз-түні ізденеді. Материалдар біздің уақытымызда жетіспейтін, мысалы, библиотека қазіргідей интернет болған жоқ. Кітаптар, орыстардың кітаптарын, Россияның оқулықтарын, неше түрлерін оқып, содан алатынбыз. Қазір енді бәрі бар ғой. Сондықтан іздену керек, еңбектену керек. Сол ізденіс үлкен табыстарға жеткізеді, еңбектің арқасында жетеді ояды. Адамгершілігі болса, еңбектенсең, үлкен табыстарға жетесің деп айтатын мен. Сыйластықпен, отбасында болып, бір-бірін түсініп, еңбектенсең, барлық үлкен жетістіктерге жетеді. Көңілді де боласың. Айтады ол қазақтарымыз бақытты адам, үйінен жұмысқа асығып, жұмыстан үйіне асыққан адам бақытты. Көп. Жақсы.
көтерді үміт алдан. Ұстазым, мен сені ұмыта алман, үйретем деп өмірді. Дүйсен Құранбек 1971 жылы 9 желтоқсанда Алматы облысы Кербұлақ ауданы Қызылжар ауылында дүниеге келді. Ол Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегі. Дүйсен Құранбек өз өмірін тек жақсылыққа арнады. Ол қазақтың қайталанбас тұлғасы.